10-шы сынып Қазақстан тарихы сабақтың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Бірінші мақсатта оқушылар нені меңгеру керек? Оқушылар қазақ халқының материалдық мәдениеті мен қолданбалы өнер жайлы ұғыну қажет. Бағалау критерийлері. Материалдық мәдениет туралы түсініктерін кеңейтеді және түрлерін анықтайды. Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері маңызын сипаттап баға береді. Киіз үй. Бірінші. Киіз үй ежелден көшпенді халықтың қоныстанып келе жатқан баспанасы. Оның ішінде қазақтар оны 20 ғасырға дейін қолданып келген. Тек қана қазақтар емес, түркі тілдес халықтардың барлығы да қолданған. Оның ішінде қырғыз халқы, моңғол халқы, түркмен халықтары көп қолданған. Енді біз киіз үй туралы толық мағлұмат алу үшін мына бейнероликке назар аударайық. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің 2 есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, 2 босаға, табалдырық, 2 жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Міне балалар, осы киіз үй туралы толық мағлұмат алдық деп ойлаймын. Енді ары қарай келесі сабағымызды жалғастырамыз. Келесі сабағымыз киіз үйдің құрылымы. Мына суреттен тамашалағандай киіз үйдің құрылымы жаңа бейнероликтен де тамашаладыңдар. Енді мына жерде киіз үйдің құрылымында әрбір құрылымға цифрлар қойған, сандар қойған. Сол сандар орындары ауысып кеткен. Сіздерге тапсырма осы сандарды рететіне қойып шығыңыздар. Қойып шыққаннан кейін скриншоттап жеке чатымызға осы тапсырманы жібересіздер. Келесі киіз үйдің түрлері. Құрметті оқушылар, киіз үй жалпы 3 бөлікке бөлінетін, 3 түрге бөлінеді екен. Ол 4 қанатты, 6 қанатты, 8 қанаттан бастап 30 қанаттыға дейін киіз үйлер болады екен.
Енді 4 қанатты кигіз үй қоңыр үй деп аталады, 6 қанатты кигіз үй боз үй деп аталады. 8 немесе 30 қанатты кигіз үйлер ақ үй немесе ақ орда деп аталады. Енді қазақ халқы әлеуметтік жағдайына байланысты 4 қанатты кигіз үйде кімдер тұруы мүмкін? 4 қанатты кигіз үйде, қоңыр үйде қарапайым қазақтар, шаруалар тұруы мүмкін. 6 қанатты кигіз үйде, боз үйде орта деңгейдегі шаруалар тұрады. Ал ақ үйде, ақ боз үйде, ақ ордада сұлтандар, бай шонжарлар, хандар тұрады. Ал мына жерде тағы да бір кигіз үйдің түрлері берілген. Ол қос, күрке, абылайша және абылайша екінші түрі берілген. Бұлар қай кезеңде пайдаланады? Бұлар көбінесе шаруалар жұмыс істеген кезде жайлауда, егін шаруашылығында, немесе әскери жағдайларда пайдаланады. Әсіресе абылайша деген әскери жағдайларда көп пайдаланып келген. Ары қарай, мына жерде қазақтың материалдық мәдениетіне не жатады деген кесте берілген. Бұл кестеде 4-ке бөлінген. Қазақ халқының материалдық мәдениетіне қандай заттар жатады, олар қалай аталады, осы 4 ұяшыққа жазып шығып, тапсырманы орындау керек. Жалпы қолданбалы өнер жайлы тоқталатын болсақ, қазіргі таңда қолданбалы өнерді қазақ халқы қазіргі таңда ол қолданып келеді ме? Және ол өнерді жалғастырды ма? Ол қолданбалы өнерге өзгеріс алып келді ме? Міне, осы сұрақтарға біз жауап беру үшін мына бейнероликке назар аударамыз. Өнерлінің өрісі кең Семейде қазақтың ұлттық киімдерін тігіп, шағын кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкер көпке үлгі. Гүлшат Мұсабекова 10 жылдан бері қолөнерді бизнеске айналдырып отыр. Ол тіккен шапан бір кездері ақш президенті болған Билл Клинтонға сыйланған екен. Гүлшат Қаукенқызы 1992 жылы Семейдегі жеңіл өнеркәсіп техникумын тәмамдаған. Алматыдағы республикалық сән орталығында 10 жылдан астам уақыт шеберлігін шыңдап, ұлттық киім тігуді үйренеді. Өнердің қыр-сырына қаныққан шебер, жұмыс барысында көнекөз қариялардың да ақыл кеңестерін естен шығармайды. Ұлттық киімдердің қай-қайсысын алмасақ та, безендіру мен салынатын ою-өрнектеріне ерекше мән береміз дейді шебер. Ою-өрнектерін салатын бір тәртібі бар. Бізге қыздарға, кішкентай қыз балаларға қиын оюдарды салуға болмайды. Андардың заттарға стилінетін оюды киімге салуға болмайды. Қыздарға арнайы гүлдер саламыз, таспен әшекейлейміз. Ұлттық киімді ұлықтаған кәсіпкер даму кәсіпкерлікті қолдау қорының қолдауымен былтыр шағын тігін цехын кеңейтіп, қажетті заманауи қондырғылар сатып алған. Бүгінгі таңда 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Солардың бірі Жұпар Жұмабекова. Мен мамандығым бойынша дизайнермін. Осы салада жұмыс істеген өзіме ұнайды. 4 жылдан асты. Гүлшат Қаукенқызы бізге үйретуден жалықпайды. Білмеген жерімізді айтады. Бүгінгі таңда Гүлшаттың қолынан шыққан өнімдерге сұраныс артып, кәсібі ширап келеді. Шебердің айтуынша, мұның барлығы мемлекеттік қолдаудың жемісі. Бүгінгі кезде шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге қолдау бар. Мемлекеттен жоспарда шет мемлекетіне көрсеткім келеді өз өнерімді. Осы қазақ ұлттық киімдері қандай әдемі, сән, соны білсін, елдерде білсін, біздің Қазақстанда емес, Ресей, Қытай халқы болсын. Өнерінің өрісі кең. 90-шы жылдары Гүлшат Қаукенқызының қолынан шыққан шапан сол кездегі ақш президенті Билл Клинтонға сыйға тартылған екен. Айына кем дегенде 20 ұлттық киім тігетін Гүлшат Мұсабекованың қолтаңбасы бүгінде барша жұртқа мәлім. Көне заманнан тарихпен бірге жасап, біте қайнасқан ұлттық қолөнерді дамыту басты арманым дейді айтулы шебер. Дарын Сағитов, Бауыржан Дайырбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей. Міне балалар, тамашалаңыздай сіздер бейнероликте қазақ халқының және қазіргі таңда қазақ жұртының осы ұлттық өнерімізді нақыштап, ұлттық өнерімізді жаңғыртып, қолданбалы өнерді халыққа жария ету үшін атсалысуда. Біз өмірі қазақ халқы жалпы еліктегіш халық, сонымен қатар еуропалық мода стиліне көп еліктейміз. Неге біз осы ұлттық стилде, осы ұлттық киімдерімізді неге жаңғыртпасқа? Міне осы нәрсе, осы ұлттық қолданбалы өнер жайлы, ұлттық нақышты болашақта жаңғырту, міне келешек ұрпақ сіздердің қолдарыңызда. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз.
Бұл жерде жаңа сөздер берілген. Бұл жаңа сөздерді мұқият дәптерлеріңе жазып алып отырыңыздар. Күлпара жел, суық өткізбес үшін басқа жамылатын киімнің бір түрі. Сәукеле қыз балалардың ұзатылатын, қыздың киетін бас киімі. Қамқа тон бай, мырзалар киген, әдемілеп тігілген тон. Саптама іші кигізбен қапталып тігілген ер адамдардың аяқ киімі. Жақы жылқы терісіне тігілген ерлер киімі. Шекпен түйе жүнінен тоқылған жазық сыртқы киім. Шекпеннен де суда жел өтпейді екен. Келесі тапсырма, мына жерде кестені толтыру керек. Бірінші бағанада ер адамның ұлттық киімдері, екінші бағанада әйел адамның ұлттық киімдері. Осы ұяшықтарға кестеге ұлттық киімдерді тізіп жазып шығу керек. Сіздерге осы тапсырма. Келесі тапсырма, қолданбалы өнер түрлерін және олардың маңызын анықтаңыздар. Қолданбалы өнер түрлерінің тұрмыста қолданатын заттарын мына сол жақ бағанаға толтырасыңдар. Және ол заттар қазіргі таңда маңызы қандай, маңызы бар ма? Осы сұрақтарға жауап ретінде оң жақ бағанаға толтырасыздар. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін тағы да қайталап өтемін. Скриншоттап мұғалімдеріңіздің, пән мұғалімдерінің жеке чатына жібересіздер. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Мәдениетім мақтанышым тақырыбына шағын эссе жазып, бұрынғы және қазіргі уақытта болған өзгерістерді байланыстырып, сабақтастық жасаймыз. 100 сөзден кем болмау керек.